like the way that you talk, I like the way that you walk. Crash, boom, bang, you're so beautiful. Can't wait till we kiss, give me your lips. Crash, boom, bang, you're so beautiful. I like the way that you talk, I like the way that you walk. Crash, boom, bang, you're so beautiful. Can't wait till we kiss, give me your lips. Crash, boom, bang, you're so beautiful. I'm gonna give you everything you want. Oh my god. Достар, бүгін бізде Renault Duster көреміз. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I make you wanna say, oh my god. Негізі жаңа Duster шыққан болатын, бірақ бізге әлі Қазақстанға жаңа Duster жеткен жоқ, сондықтан да әлі күнге осы Duster'лар салонда сатылып жатыр. Бірақ бұл шанақ айта кеткенде 2015-тің аяқ жағына бастап шыға бастаған, әлі күнге дейін сол ескі шанақпен сатылып жатыр. Бірақ енді бұл көлікті кімдер алады? Бұл көлікті үйленген, үлкен кісілер, жасы 30-дан асқан кісілер алып жатады. Дизайн жағына келетін болсақ, негізі өзіміз сияқты жалындап тұрған жас жігіттер болатын болса, оларға жараса қоймайды деп есептеймін. Көбіне жаңағы жас келген ағаларымыз солар алып жатады. Бұл көліктің клиренсі 210 мм. Әрине, егерде толық жетек болатын болса, ал егер алдыңғы жетек қана болатын болса, онда 205 мм болады. Тек қана айырмашылық 5 мм-де ғана. Капотты ашып қозғалтқыш көлемін көрейік. Renault'ның қозғалтқыш көлемін. Бұл жерде 2 литр бензинмен қозғалтқыш. Oh my god. Oh my god. Wow, oh my god. Oh my god. Oh my god. I make you wanna say, Көріп отырғандарыңызда 2 литр толық жетек. Бүкіл люкс комплектацияларында осы газовый пур болады, Duster'да. Қалғандарында білмедім, болмайды ғой деймін. Бұл жерде 2 литр қозғалтқыш, толық жетекпен. Одан кейін бұның 1/6-сы да бар. 2 литр толық жетек және алдыңғы жетек болып бөлінеді. 1/6-сы да дәл солай толық жетек және алдыңғы жетек болып бөлінеді. Бұл кезде тағы да 1/5 дизельді қозғалтқышпен болады. 2 литр, егер 2 литр алдыңғы жетекпен болатын болса, 100 километрді бар болғаны онда 3 секундта бағындырады екен құжаты бойынша. Ал егер толық жетек болатын болса, 11/5 секундта бағындырады. Ал 1/6 алдыңғы жетекпен онда 9 секундта бағындыратын болса, 1/6 толық жетегімен 12-3 секундта бағындырады екен. Ал дизеліне келетін болсақ, ойбой, дизель 1/5, 13-5 секундта 100 километрді бағындырады екен. Бірақ мен бұл көрсеткіштермен толығымен түбегейлі келіспеймін. Өйткені Renault'ны көптеп көріп жүрмін өзімді. Ол бәрібір сізге қазір құжаты бойынша 10-3 көрсетіп тұрғанмен, алдыңғы жетек болса 2 литрмен ол сізге 12-3, 13-3 қып жіберуі мүмкін. Дизель 16-17 секундқа дейін кетіп қалуы да мүмкін. Достар, енді багаж бөліміне келетін болсақ, бұл жерде 408 литр. Ал егер артқы орындықтарды алдыға жазатын болсақ, онда сізге 1570 литр пайда болады. Бір жылқын соғым салып жүре бересіз ғой, емін еркін сияқты. Одан кейін келетін болсақ, өзімнің қосымша дөңгелегі май F540. Renault'ның өзінің ұсынатын майы. Қосымша қара дискімен. Одан кейін
мына қалташалары да бар. Қалташалары бар. Қалташаларын көретін болсақ, мына домкрат, баллондық кілті. Дауысын қараңыздаршы, қалай жол. Пластик. Енді Renault-ның сарандығы пластик мына жерге ғана. Неге толығымен жаппаған деймін да осы жерде? Анау скорый уаздар бар ғой. Баяғы. Қазір де бар ғой. Солардікі сияқты істеп жүріпті. Енді бұл жерге Renault сарандық танытса, мына жерге сарандық танытпаған. Бактың крышкасын көрдіңіздер ме? Мына қараңыздаршы, ішінде қандай кішкентай. Мына крышкасы қақпағы өте үлкен. Өте үлкен. Land Cruiser'де де жоқ қой мына. Өте үлкен. Әдемі қылып домалақ істегенде болар еді енді. Renault-ның дизайнерларына. Достар, артқы жағына келетін болсақ, жүргізуші мен жолаушының арасында артқы орындық пен жолаушыда орын бар. Айтарлықтай. Төбеде де орын бар. Тимейді. Жақсы, артында еркін отыруға болады жолаушыға. Бірақ бұл көлік механикада ең толық комплектация болғаны, бірақ бұл көлікте былғар салон жоқ. Механикада былғар салон болмаған ғой деймін сол уақыттарда. Бұл жерде былғар алмастырушы дәл өзінікі, бірақ соны кигізіп тастаған ғой, өзінікі сияқты. Өзінікі сияқты жатады. Одан кейін мына кезде сізге шынтақ тірегіш жоқ. Ең толық комплектация ғой. Шынтақ тірегіш жоқ сізде. Уже минус. Егер толық комплектация болған кезде сізде мына жерде де былғар болады. Былғар жоқ, бірақ сізде артта шам бар. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Міне, алдыңғы жағына да келдік. Мына кілті Дастердің. Люкс кілті. Люкстарында болады өзінің. Мынау екі ашатын және жапатын 2S не дейсіздер ғой? Бұл сізде көлікті алыстан оталдыру автозавод. Бұл бірақ Starline'дар сияқты, басқа сигнализация сияқты өте алыстан ұстамайды. Тек есік алдында тұрса, жақын маңда көзге көрініп тұрса, сол кезде ғана оталады. Егер тұрақты алыс жерде тұрса, ол ұстамайды, алмайды. Енді оталдырып көрейік көлікті. Бұл жерде беріліс қорабы 6 сатылы. 6 сатылы көріп отырғандарыңыздай. Бірақ сізге 6 сатылы болғанымен, механикасы 6 сатылы болғанымен, сізге бір қосымша бір күш бермейді ешқандай да. Бір кейбіреулер ойлауы мүмкін, 6 сатылы беріліс қорабын қара деп, бірақ ондай емес. Бұның автоматы да бар. Автоматты. Бірақ автоматы қалай айтсақ болады, өте ескі автомат, 4-ақ саты, ойлаңызшы, 4-ақ саты. Ол сіз жаңағы үлкен скороспен келе жатқан кезде 3000, мысалы үлкен скорос емес 70, 80, 90, мысалы 100-бен келе жатқанның өзінде, мысалы 100, 110, 120, сізде 3000 оборот ұстап отырады 4 сатылы автоматта. Сосын сәйкесінше бензинді ішеді. Бұл жерде өзіңіз қалай реттеп аласыз, бензин ішкізбейтіндей қойып аласыз ғой. Бірақ сізге 90-нан асып баратқан кезде сізде 6-шы беріліс сұрайды. Достар, бірде минустарынан бастайын. Бұл көліктен пластмастар, панельдегі есіктері сапасы өте төмен. Қазір жүрген кезде қалай сықырлаған естейсіздер, оны камера бере ме, бермей ме. Одан кейін Renault люкс сізге мониторды берді. Онысына рахмет. Бірақ сізге астына түсіріп берді. Сіз жолда келе жатырсыз,
жолда егер музыка бірдеңені ауыстырам десеңіз, жарайды, мына жерден де ауыстырасыз. Бірақ сіз бәрібір осыған қарайсыз, бірақ жолға бөлек қарайсыз, мынаған осылай қарайсыз ғой. Өте төмен орналастырып тастаған. Егер артқа шегінетін болсаңыз, ыңғайсыз. Бәрібір сіз қолыңызды алуыңыз керек, өйстіп қарауыңыз керек. Рено, сендер одан да астына бірақ түсірмедіңдер ма? Біз артқа шегінген кезде адамдар өйстіп қарайтындай. Жоқ, солай шығарды Рено. Одан кейін бізде екі айнасы да өте кішкентай. Шынымен жүрген кезде де бәрінде ыңғайсыз, айналар кішкентай. Енді достар, енді айналарды көрдіңіздер, енді айналар кішкентай, жарайды. Енді сізге сол айналарды реттеу үшін мына қол тежегішті көтересіз. Мына жерге тығып тастаған француздар оны. Шынымен, міне, ыңғайсыз. Ал егер ручник жіберетін болсаңыз, реттей алмайсыз. Шынымен, жақсы ақылды ойлап табылған екен. Жарайды, айтуларыңыз мүмкін. Оны жүріп келе жатқан кезде сізге жолға қарау керек қой, ондай ештеңе теспеу керек қой. Я келсем, бірақ ыңғайсыз жерге тек ручник көтерілген, қол тежегіш көтерілгеннен кейін ғана барып реттейсіз. Бірақ француздар өз қателіктерін түсінді. Қазіргі жаңа дастерде шыққан, бұны алып мына жерге қойған. Өз қателіктерін түсінген ғой. Одан кейін достар, сізге люкс комплектация, бірақ сізден шынтақ тірегішті аяды. Бұны көріп отырсыздар ма? Сізде шынтақ тірегіш жоқ, сіз люкс алдыңыз. Көрдіңіз ба? Бірақ міне, қараңызшы. Бірақ сізде болған күннің өзінде шынтақ тірегіші мынандай ұзындауы болады, осыған киле салады тек қана. Сосын қолыңызды қойып отырасыз, біраз жүргеннен кейін андай дауыстар шығады. Камерадан беріле ме, берілмей ме? Сондай дауыстар шығып, одан да болмай қойғаны жақсы. Бірақ кейін Рено түсінді ғой деймін, жаңа дастерде сізге шынтақ тірегішті мына орындықтың өзіне бекітіп берген. Түсіріп қоясыз, түсіріп көтересіз. Одан кейін тағы бір қателіктерін түсінгендері мына экранды көтерді. Ол да плюс. Одан кейін достар, сіздерде басқа көліктерде отырғанда сіздерден орындықты жылытқыш болады. Сол қарап отырсаңыз, дастерді, осы дастерді таппайсыз қай жерде. Мына жерге де қойса болады, ыңғайлы жерге. Жоқ, сіз таппайсыз. Жүргізушіде және жолаушыда бөлек ол. Оны көрдіңіз бе, мына кнопканы? Оны бөлек орналастырып қойған. Егер жолаушы қосып кетсе, сізге жолда келіп сөндіру ыңғайсыз болады. Я достар, осы минустар Рено дастерді, Реноның барлығында болғанда және бола беретті. Сіз өйткені бюджетті көлік алып тұрсыз ғой. Ол сізге қанша дегенмен де мінсіз дегеннің өзінде сізге мін тауып береді Рено. Бірақ ішіңіз піспайды. Я достар, жүріп көрейік. Сізге климат контроль бар, тағы да. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, алдыңғы жетек және толғы жетекті осымен қосасыз. Авторежимге қойып қойсаңыз, ол өте жақсы, жаңағындай. Көбіне алдыңғы жетек қосылып жүреді, бір жерде тұрып қалатын болсаңыз, ол өз қосылады. Міне бұны авторежимге қоямыз. Алдыңғы жетек қосылып тұр, екі жетекті көрсетіп тұр. Одан кейін авторежимге қоятын болсаңыз, ештеңе жоқ. Одан кейін бұрап қаламыз. Толық жетек қосылды. Оны қайттан бұрақ басақ, авторежимге қосылады. Оны тек қана көбіне алдыңғы жетекпен жүре береміз. Одан кейін эко режим. Жанармайды үнемдейсіз. Эко. Мен кейін шықты. Маған бір ұнағаны, бұл плюс па минус па көбісі ұнатпайды екен оны. Маған бір ұнағаны мына. Өлеңдерді ауыстырып реттеп отырасыз қосымша. Мына кнопкасы. Дауысын шығарып, немесе келесі әуенге ауыстырып. Маған өте ыңғайлы, бұл ұнады маған. Одан кейін бардачок. Жақсы, қатты үлкен де емес, қатты кішкентай де емес. Қазір жүріп көретін боламыз. Қазір жүрген кезде естейсіздер. Қазір бір жақсы жолға шығып алайық. Жүрген кезде естейтін боласыздар.
қалай сықырлайтын мына есіктерін. Достар, қазір сықырлаған дауысты еститін боламыз. Пластиктердің. Бар болғаны 121.545 жүрген көлік екен. Аз да емес, көп те емес, бірақ міне қараңызшы уже. Сізде сықырлаған дауыстар естіліп жатыр. Енді бюджеттік көлік қой бұл көлік. Бұл көліктің бағалары 5 миллионнан басталады, 7 миллионға дейін. 5 миллионнан белгілі ғой, алдыңғы жетекпен, 1.6 қара бампермен. Көрдіңіз бе мен? Қандай сықырлаған дауыс. Бірақ камерадан берілмейтін шығар, бірақ адам нервісіне тиеді екен шынымен. Міне. Өзінің 16-шы размерлі дискісі тұр көлікте. Жұқа 65 профильдің қалыңдығы. Соның өзімен мынандай дауыс шығып келе жатыр. Бұл көлікте алдыңғы аспасы Макферсон, тәуелсіз. Одан кейін артқы аспасы жетекке байланысты. Егер сізде алдыңғы жетек болатын болса, тек сізде жартылай тәуелсіз болады. Ал егер толық жетек болатын болса, сізде алдыңғы жетек секілді тәуелсіз жетек болады. Жалпы достар, француз көліктері жайлы не ойлайсыздар? Бізде Peugeot келді. Peugeot бірақ сәтсіз аяқталды, келді. Peugeot ешкім алмай қойды. Бірақ мына Renault-ны қазір көп салып жатыр халық. Әрине көп түсінікті ғой, кредитке алып жатыр. Жалпы не ойлайсыздар көлік жайлы? Осы көлік жайлы, достар. Достар, енді каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесіде кездескенше.